2 плакатты беремін. 2 плакатқа балалармен мақал мәтел беріледі. Сол мақал мәтел арқылы сендер өздерің әр басы плакатты алып шығып, постерді қорғайды. Алдыларын жайлап жинастыра қойыңдар. Бірінші топ ас адамның арқауы деген тақырыпқа постер құрамыз. Ол жерде өздерінің фантазиялары болады, қандай немен қоясыңдар, өздерің білесіңдер, бірақ біз постерді қорғап шығуымыз керек. Жақсы, келесі екінші топ. Мына сендерге ат адамның қанаты, ас адамның қуаты. Осы тақырыпқа постер қорғайсыңдар. Постердің тақырыбы осы болады. Ал бастаймыз. Тапсырма берілді. Олай болса, постерді қорғап топ болып жұмыс жасайды. Топ болып, қазір мен сендерге желімді берем, клейді. Мінекей балалар. Керек дүниелерді берді. Көп сөйлемейміз. Әрқайсылардың өздерінің ойлары бар, сол ойды осы плакаттан салды. Оқытышта идея болады, шуламаймыз. Идеяларды плакаттан шығарып айтасыңдар. Тұрасыңдар, әрбір тұрып жүріп плакатты қорғаумен дайындауға болады. Бір-бірімізге көмектесейік, ойларыңды айтыңдар, ой пікірлеріңді. Бірінші тақырыпты жазайық. Болады. Мен сіздерге қандай да бір сурет бердім. Топқа бөлінгенде жеміс-жидектер бар. Өз фантазиялар бар. Кез келген нәрсені өздері ойлап шығарады. Жабыстырған дүниелерінің пайдасын айтыңдар. Түсінді ма? Қандай нәрсе жабыстырып жатсыңдар, пайдасын айтыңдар. Жерімді жабыстыра бересіңдер. Ал. Мынандай дәрумен деп айтыңыз. Дәрумен. Фантазия сен, фантазия сен. Қандай фантазия қосасың? Қазіргі постерімізді дайын болса, онда бірінші топ жемістер тобы ортаға шығып, оқушылар шыға қойыңдар. Әр жасаған жұмыстарында өздері айтып шығыңдар. Қандай тағамдар неге пайдалы? Мен Нұрсәт тынышталайық. Келесі топ тынышталамыз. Бірінші топтың постерін тыңдайық. Оны біз бағалауымыз керек. Түсінікті ма балалар? Ал бастаймыз. Тыңдаймыз. Жұмыртқа кальций береді және сүйекті қатайтады. Жақсы. Келесі. Қаймақ ол сиырдан жасалады. Содан соң қаймақтың пайдасы көп. Қаймақтан сүтіне жасалады және біз қаймақта жейміз және оның пайдасы көп. Сүт кальций береді. Сүт ол малдан алынады. Көзге пайдалы. Сиырдан кез келген еттің пайдасынан қандай пайдасы бар, соны айтшы болды. Еттің пайдасы. күш қуат береді. Күш қуат береді. Өте жақсы. Жарайсың. Магарам. Жарайсың. Аха, келесі Қайраннан адамды арықтайды. Адамдар арықтайды. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Олай болса бірінші топтың постерна жұмысына қалай баға берілетіндер. От жақсы. Жақсы. Келесі топ отыра қойыңдар. Бірінші топ. Ал екінші топ. Екінші топ. Шуламай шығамыз. Болды, шыға беріңдер. Жол шетте қаласында келесі.
бағалауымыз керек. Төмен түсіре қойыңдар. Бастаңдар. Sadece жүрек соғысына пайдалы йод пен денсаулыққа пайдалы дәрумендер бар. Қаймақта май мен кальций бар минерал бар. Алмада А, С дәрумені бар, sürekli katализатор қан толтырады. Өте жақсы, жарайсың. Айран денсаулыққа өте пайдалы. Айранда көп дәрумендер бар. Дәрумендер бар. Нан жейсің, тоқ жүресің. Нанды жесең тоқ жүресің. Ол да біздің денсаулығымыз жақсы болудың бір амалы. Келесі. Сәбізде адамның бойын өсіру қабілеті бар. Жақсы, сәбіз адамның бойын өсіреді. Ана жерде баялдыны қойып қойдым. Баклажан дейміз. Sadece Кәрдірге. жүрек соғысына пайдалы йод пен денсаулыққа пайдалы дәрумендер бар. Мінеки бала, адамның денсаулығына жүрек соғысын жақсарту үшін біз кәрдіні көп жеуіміз керек екен. Жарайсыңдар балалар, келесі бірінші топ, екінші көкөніс тобының бағалап жіберейікші, кәнекей. Жарайсыңдар, жақсы. Олай болса отыра қойыңдар. Жақсы, балалар. Өте жақсы формат шықтыңдар, екі топта. Ал енді балалар, сіздерге соңғы тапсырма берейік, соңғы тапсырманы түсінген ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Бірінші топқа жемістер тобына мына қиылған мақал мәтелдер бұл жерде шашылып жатыр. Сендер бір параққа осыны клейлеп мақал мәтел шығаруымыз керек. Бірінші топ. Екінші көкөністер тобына мен сөз жұмбақ. Кітабымызда бар, кітабымызды ашып, сөз жұмбақты. Сол сөз жұмбақты осы жерге мына параққа жазып, үшінші тапсырма, 17-ші параққа жазып, сөз жұмбақты шешуін таба қойыңдар. Сұрақтар кітапта жазылған. Шуламаймыз балалар. Бір-бірімізге сыйластық танытайық, бір-бірімізді сыйлайық, асықпаймыз, ойланайық. Көмек беріп жіберейік бір-бірімізге. Жарайсыңдар балалар. Менің бірінші тобым қалай дайындалды екен жұмысына? Мақал мәтел жұмысына. Клейлейсіңдер. Ал. Төрт мақал шығу керек. Мына екеуі мына параққа, екеуі ана параққа жазсаңдар да болады. Ал. Қарады. Клей өздерінің алтларында бар еді. Екі мақал болса, екі мақалында жазсаңдар да болады. Ойланып жатырмыз ба? Осы бірінші топ, бір-бірімізге көмектесіп керемет жұмыс жасап жатырмыз, Жобалары дұрыс, келе жатқан, прастықпен жатқан жұмыстар бар. Магаран, сен құр отырмай, желімдей бер, клейлей бер, жарай ма? Шашылған мақал мәтел сөздер клейлеп жазып берсе болады. Екінші топ дайын болып қалды ма? Жақсы. Балалар, екінші топ дайын болып қалды. Клейді ала қой. Бір сөз қойыңыз. Дұрыс, жақсы. Екі топқа берілген тапсырмаға дайын болса, бірінші топ дайын екен. Айта қойыңдар, оқыңдар, өздері. Жасайсың, қайсысын дайынсыздар, тұрып оқи қойыңдар. Қандай мақал шықты? Дәнді шашпа, нанды баспа. Нан тамақтың атасы, ынтымақ көптің батасы. Жақсы. Оқы, Асия. Күн жазға айналады, ет азға айналады. Жақсы. Желен оқы. Нан бар жерде ән бар. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Мақалды дұрыс. Құрастырып шықтыңдар. Келесі топ, екінші топ. Біз енді бұны бас бармақ әдісімен бағалап жіберейік. Біздің бірінші топтың жұмысы, екінші топ қалай бағаласыздар? Бас бармақ әдісімен бағалап жіберіңдер. Жұмысты қалай орындады? Бәріміз жақсы, керемет.
Келесі, екінші тобымыз балалар, көкөніс тобы сөз жұмбақ берген. Әрқайсының бір-бірден сөз жұмбақтың сұрауын оқып айта қойды. Құрамында кальций мол табиғи тағам. Сүт. Сүт. Келесі екінші сөйлем. Sütten alınатын koyu dәмді қаймақ. Жақсы. Süt ön жұмыртқа қызып қуырылатын тағам. Құймақ. Құймақ. Келесі төртінші. Қант пен жеміс қосып дайындалатын тағам. Тоз сап. Un, su, жұмыртқа, тоз қосып илейтін шикінат. Қамыр. Сөз жұмбақтың шешуі қалай болды сонда? Тамақ. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал енді бірінші топ бағалар жерге келгенше көкөністер тобын